Сонан Мәскеуде қым-қиғаш аласапыран басталады. Ол кезде демократияның дәмін сезе бастаған Мәскеу халқы бірден Ельцин жағына шығып, әскердің алдына баррикада құрады. Бүлікшілер Мәскеуге әскер кіргізеді. Ең әуелі Ресей президенті Ельцинді тұтқындамақ болады. Оған шамасы жетпейді. Төтенше комитет заңсыз деген Ельцин танкіге шығып мәлімдеме жасайды. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам и указам президента России. Тамыздың 19-на сағат 19-да төтенше комитет баспасөз жиынын өткізіп, билік бізде бәрін тәртіпке келтіріп, ақ жарылғап заман орнатамыз дейді. Бұларыңыз төңкеріс емес пе деген сұрақ қойылғанда, вице-президент Янаевтың қолы дірілдеп сасқалақтағанын әлем көрді. Бірақ бұл кезде Ельциннің айналасында 200 мыңнан астам бұқара тұрған еді. Таптап өтуге бата алмай, ақыры тамыздың 21-не таңға қарай әскер кейін шегінді. Бәрібір 3 адам өледі. Тамыздың 22-сіне қараған түні Горбачев Кремльге қайта оралып, билікті алады. Бүлікшілер дереу қамауға алынады. Ішкі істер министрі Пуго өзін-өзі атып өлтіреді. Төтенше комитет өстіп 3 күн алаң салды. Бұл күндер тарихта орысша айтқанда ГКЧП немесе тамыз бүлігі деген атпен қалды. Бүлік кезінде кей республикалар не Горбачевты, не бүлікшілерді қолдарын білмей сасқалақтады. Қазақ билігі де қай жаққа шығарын білмеді. Ең әуелі осы күндердегі президент Назарбаев пен жоғарғы кеңестің тәуелсіз азат қозғалысының әрекетін және Қазақстан баспасөзінің бүлікшілер әрекетіне реакциясын рет-ретімен айтып шығайық. Бұл өте қызық жағдай. Назарбаев бүлік кезінде не істегенін арада 4 күн өткенде, яғни бүлік басылған соң жоғарғы кеңестің кезектен тыс 5-ші сессиясында өзі де баяндаған. Онысы баспасөзде тұр. Төңкеріс туралы хабардың төбеден жай түскендей болғанын жасырмайын. Мен де мұны тамыздың 19-ы таңертең ғана білдім дейді. Онысы рас. 18-не Ельцин шығап, 19 күні Ельциннің атынан Мәскеуге ұшпақ болып отырған. Өйткені 20 күні Совет одағын жаңа одақ ретінде сақтап қалатын шартқа қол қою керек. Содан соң дереу төтенше комитеттің мүшелері Крючковпен, Павловпен сөйлескен. Олар астамси жауап берген. Сосын түскі сағат 2-ге қарай жоғарғы совет президиумы мен министрлер кабинетінің Алматы облысы мен қала басшыларының төтенше жиынын шақырған.